Понедельник, Ерденнің демалыс күні. Ерденнің демалыс күні ол бәріміздің демалыс күніміз. Әрдайым Ерден демалғанда отбасымызбен сыртқа шығып, таза ауада серуендеп жүргенді ұнатамыз. Көбінесе отбасымызбен бірге күнді өткізуге тырысамыз. Атамыз бар, әжеміз бар. Бәріміз бірге. Бүгін бірақ ата әжесі қонақта, өзіміз шықтық. Өздеріңіз байқағандай, Арбатымыз жаңарды, жаңарғаннан кейін одан сайын қаттырақ ұнап қалды. Ашып кетті да, жарылып кетті. Бүгін дүйсенбі, бүгін айтады ғой, бізде жаңағы туысқандарымыз, басқа мамандықтағы таныстарымыз осы сендердің ұйқыларын түске дейін шығар деп. Мен айтамын, енді күнделікті сендер сияқты таңертеңнен кешке дейінгі жұмысымыз бар. Тек сол басқаларға ұқсамайтыны дүйсенбі күні демаламыз. Үйге кешкісін барсақ, мүмкін папамыз тамақ істеуі мүмкін. Көңіл күйіне байланысты кейде өзі сұранады, өтінеді, мен тамақ жасайыншы, құлшынып тұрым деп. Құлшынған кезде жоқ демеуге тырысамыз, өйткені жоқ десең бірден ренжіп көңіліне алып шығады. Пловты дәмді жасайды. Оның өзінің сүйікті тағамы. Мен бәрін турап, жуып, дайындап берем, ол тек қуырады. Айна, 2 айда бір тамақ істейді бәрімізге. Бізге ол күні нағыз праздник, мереке. Бүгін көп қыдырып қойған сияқтымыз. Арғыланымыз шаршады, мазасы қашты, ұйқысы келді. Біз үйге қайтайық, бірақ бізбен бірге болыңыздар. Ертеңге дейін жақсы.